Саламатсыздар ма? Құрметті Түрксіб ауданы, Наурызбай ауданы, Алатау ауданы және Жетісу ауданы ұстаздары. Бүгін номер 152 мектеп гимназиясында цифрлық платформадағы авторлық бағдарлама оқыту технологиясы білім берудің тиімді жолдарын зерттеу тақырыбында аттестаттаудан өтетін мектеп мұғалімдерінің авторлық материалдарын тарату негізінде тәжірибе бөлісу үшін ашылған семинарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі семинар барысында бізде өз тәжірибесімен бөліседі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жакипова Арайлым Сириковна жасанды интеллект құралдары арқылы оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне деген қызығушылықтарын арттыру тақырыбында. Аятова Меруерт Нуридиновна анимация және компьютерлік графика тақырыбында информатика пәні бойынша, Дүмшебай Айжан Әукенқызы заманауи биология және оның қолданбалы аспектілер тақырыбында биология пәні бойынша, Мукашева Гүлнар Тутешевна биотехнология және гендік инженерия тақырыбында, Асанова Уржамал Бейсебековна географиялық білім мен шығармашылық жобалар тақырыбында, және Тажыбаева Сымбат Токабаевна білім алушылардың айтылым дағдысын дамытудың тиімді жолдары тақырыбында, және де ағылшын тілі пәні мұғалімі Бакетова Жанат Тұрсыновна ағылшын тілі пәні бойынша The Explorer's Guides to English Learning Through Discovery тақырыбында өз тәжірибесімен бөліседі. Ең алдымен педагог зерттеуші қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жакипова Арайлым Серікқызына сөз кезегін берсек, өзінің авторлық жұмысымен бөліседі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен даусым естіліп тұр ма, Шырын апай? Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр, көрініп отырсыз. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Енді бұл жерде жасанды интеллект құралдары арқылы оқушылардың қазақ тілін әдебиетіне деген қызығушылығын арттыру менің авторлық жұмысымның тақырыбы болып тұр. Енді бұл қызығушылыққа тоқталмас бұрын осы қазақ тілі мен әдебиет сабақтарының сапасын арттыру және оқу процесін жетілдіру үшін инновациялық әдістер мен құралдарды пайдалану қажеттілігі осы қазақ тілі әдебиет сабағында туындайды. Соңғы жылдары білім беру саласында оқыту әдістері мен әдістері үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын жасанды интеллект технологиялары қолданылуда. Жасанды интеллектуал компьютерлік жүйелер адамның ойлау процестерін модельдеу, талдау және шешім қабылдау үшін қолданылатын сала. Бұл технологияны білім беру саласында қолдану оқу процесін оңайталандыруға және тереңірек білім алуға мүмкіндік береді. Енді осы қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында жасанды интеллектіні пайдалану бойынша жасанды интеллект қазақ мен әдебиет сабақтарында бірнеше маңызды аспектілерде қолданыла алады. Мысалы, оқу материалдарын тексеру және бағалау жүйелерін құру, грамматикалық және лексикалық қателерді автоматты түрде түзету, жеке білім беру лекцияларын құру және оқушыларға мәтіндер мен әдеби шығармалар талдауға көмектеседі. Жасанды интеллект технологияларының көмегімен әдебиет сабақтарында оқушылардың шығармашылық көмегімен әдебиет сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға болады. Мысалға, әдеби шығармалар талдау кезінде жасанды интеллект жүйелері мәтіннің құрылымын, стилін, тақырыбын, оқырманның пікірін талдайды және оқушыларға аналитикалық ұсыныстар береді. Енді осы жасанды интеллектілердің қазақ тілі мен әдебиет сабағында мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ, бұл жерде қазақ мен әдебиет сабақтарында сөздерді тез есте сақтау және сөз қорын молайтуға, сөйлеу дағдыларын дамытуға, интерактивті жаттығулар мен ойындар арқылы қызығушылықтарын арттыруға, уақытты жаңа үнемді пайдалануға осы жасанды интеллектінің көмегі көп екен. Енді осы жасанды интеллекті құралдарын қазақ тілі сабақтарында біз көмекші платформалар арқылы пайдалануға болады. Алдарыңызда тұрған ең бірінші қазір тек қана қазақ тілі сабағында емес, көптеген барлық сабақтарда қолданып жүрген осы ChatGPT, одан кейін Amaze, Webpic, EducaPlay, Magic School, CruiseGecko осы көмекші платформалар арқылы оқушыларға жаңағы түрлі сабақтарда материалдарды іздеуге осы көмекші платформалар пайдалануға болады. Енді көбінесе білесіздер, жасанды интеллект қазақ тілінде қазіргі таңда жоқ болуына байланысты осы біз көмекші құралдар арқылы қолданылып отырамыз.
осы көмекші платформа мүмкіндіктері міне қарап отырсаңыздар, қажетті ақпаратты жедел табады, бірақ нақтылығын тексеру керек бұның. Одан кейін Amaze 3D презентация жасауға көмектеседі, веб кез келген тақырыпқа презентация жасайды, Magic School қымыжыны құрастырады, түрлі тапсырмалар жасауға болады, Educa Play интерактив тапсырмалар орындайды, Cruise мәтін бойынша сұрақтарды құрастыруға көмектеседі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен өзімді таныстыратын болсам, Алматы қаласы Алатау ауданы 152-ші мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Аятова Меруерт Нұриденовна. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы анимация және компьютерлік графика. Элективті курс аптасына 1 сағат, жалпы 34 сағатты құрайды. Курстың өзектілігі ақпараттық технологиялар заманы графика мен анимация саласында жылдам дамытты. Олар медиа, білім беру, ойын-сауық, жарнама және инженерия сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданылып келеді. Сондықтан оқушылардың компьютерлік графика мен анимация негіздерін меңгеруі олардың болашақ мамандық таңдауларына, шығармашылық қабілеттерінің ашылуына және техникалық сауаттылықтарының артуына ықпал етеді. Курстың негізгі мақсаты оқушылардың компьютерлік графика мен анимация негіздерімен таныстырып, оның негізгі принциптерін меңгерту, шығармашылық жобаларды жүзеге асыру, дағдылары және командалық жұмыс тәжірибесін қалыптастыру, осы саладағы кәсіби мүмкіндіктері туралы ақпарат беру арқылы кәсіби біліктіліктерін арттырып, анимация, дизайн және IT саласында алғашқы қадам жасауына мүмкіндік береді. Жалпы элективті курс 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім компьютерлік графика мен анимацияның кіріспе бөлімі болып табылады. Екінші бөлімде анимация қолдану салалары, оның ішінде кино және ойындар ғылыми кезеңдерге бөлінетіні қарастырылған. Одан кейін екінші бөлімде компьютерлік графиканың жалпы компьютерлік графика бойынша қарастырылады. Бұл жерде оның принциптері, теориясы қарастырылған. Үшінші бөлімде анимация бөлімі. Анимация бөлімі туралы толық мәліметтер және оның қандай бағдарламамен жұмыс жасайды қарастырылған. Одан кейін төртінші бөлімде 3D модельдеу. 3D модельдеумен жұмыс жасау кезеңінде оның қолданылатын бағдарламалары туралы қарастырылған. 5-ші бөлімде жалпы жобалық кезең, 6-ші бөлімде қорытынды. Енді жалпы міндеттерін қарастыратын болсақ, бұл жерде оқушылардың компьютерлік графика мен анимацияның негізгі ұғымдарын таныстыру, 2D, 3D графика және анимация жасау дағдыларын меңгерту, заманауи бағдарламалармен жұмыс істеуді үйрену, шығармашылық ойлау және жобалау қабілеттерін дамыту, ақпараттық коммуникациялық технология қолдану арқылы пән аралық байланысты күшейту және топтық жоба арқылы бірлескен жұмысты қалыптастыру. Одан кейін 7-ші теориялық білім беру. Теориялық білім беру, техникалық дағдыларды қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерді дамыту, командалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру және заманауи технологияларды меңгерту болып табылады. Жалпы осы міндеттерге қарасты пәнаралық байланыс бар. Бізде ол информатика, сурет және өнер, математика, физика, әдебиет, тарих және мәдениет, технология және инженерия. Осы пәндердің байланысы арқылы оқушылар нені меңгереді. Оқушылар бұл курста тек анимация мен графиканы үйреніп қана қоймай, басқа пәндерден алған білімдерін біріктіре отырып, күрделі шығармашылық жобалар жасайды. Бұл әдіс олардың пәнаралық ойлау қабілетін дамытып, шынайы өмірде түрлі салада міндеттерді шешуге көмектеседі. Күтілетін нәтиже: теориялық білім, оқушылар анимация мен компьютерлік графиканың негізгі принциптері, тарихы және терминологиясы туралы терең түсінікке ие болады. Практикалық дағдылар анимация мен графика жасау үшін қажетті бағдарламаларды тиімді пайдалану дағдыларын меңгереді. Шығармашылық жобалар
өз идеяларын визуализациялау арқылы жобаларды сәтті жүзеге асыра алады. Командалық жұмыс оқушылар топтық жобаларды тиімді жұмыс істей отырып, коммуникация және ынтымақтастық дағдыларын дамыта алады. Одан кейін кәсіби бағдар және жобалау қабілеті сын тұрғысынан ойлау. Өз жұмыстарын және басқалардың жұмыстарын талдай отырып, сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытады. Осы нәтиже арқылы оқушылар анимация мен компьютерлік графика саласында кәсіби біліктіліктерін арттырады. Қорыта келгенде, анимация және компьютерлік графика курсы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, заманауи технологияларды меңгеруіне және болашақта IT немесе дизайн саласында өз бағыттарын, өз мүмкіндіктерін алуына жол ашады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен 152-ші мектеп гимназиясының биология пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Дүмшебай Айжан Әукенқызы. Менің элективтік курсымның тақырыбы заманауи биология және оның қолданбалы аспекттері. Аптасына 1 сағаттан жыл көлемінде 34 сағатты құрайды. 9-шы сынып білім алушыларына арналған. Енді бағдарламаның мақсатына тоқталатын болсам, оқушыларға биологияның негізгі салаларын терең меңгерту, биологиялық зерттеулердің әдістері мен олардың қолданбалы аспектілерін зерттеу, оқушылардың сыни ойлау және зерттеушілік дағдыларын дамыту. Бағдарламаның міндеттері биологиядағы заманауи бағыттарды меңгерту, оқушыларға биология саласындағы соңғы ғылыми жетістіктер таныстыру, генетика, биотехнология, экология және адам физиологиясы салаларындағы жаңа зерттеу әдістерін көрсету. Қолданбалы аспектілерді түсіндіру, биологияның тек теориялық пән емес, қолданбалы ғылым екенін түсіндіру. Бұл пәннің медицинада, ауыл шаруашылығында, экологияда және биотехнологияда қалай қолданылатындығын көрсету. Ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту бойынша оқушыларға ғылыми зерттеу әдістерін жүргізуді үйрету, биологиялық эксперименттерді жоспарлау және орындау дағдыларын қалыптастыру. Сыни және аналитикалық ойлауды қалыптастыру, бұл жерде биологиялық мәселелерді сыни тұрғыдан талдауға, ғылыми ақпараттарды сараптауға және биологиялық теорияларды тәжірибеде қолдануға үйрету. Экологиялық сананы тәрбиелеу, оқушыларды қоршаған ортаны қорғауға және тұрақты даму мәселелеріне деген жауапкершілігін арттыру, экологиялық сауаттылықты қалыптастыру. Заманауи биология және оның қолданбалы аспектілері курсынан күтілетін нәтиже, теориялық білімнің тереңдеуі. Оқушылар биологияның заманауи бағыттары мен қолданбалы аспектілерін, оның ішінде генетика, биотехнология, экология, адам физиологиясы және биологияның басқа да негізгі салаларын терең түсініп шығады бұл бағдарламаны оқу барысында. Ғылыми зерттеу дағдыларының қалыптасуы, оқушылар биологиялық зерттеулердің әдістерін меңгереді, тәжірибелер мен бақылауларды жоспарлау, деректерді талдау және алынған нәтижелерді интерпретациялау дағдыларын дамытады. Қолданбалы білімді игеру, оқушылар биологияның медицинада, ауыл шаруашылығында, экологияда, биотехнологияда және басқа да салаларда қалай қолданылатынын түсініп, бұл білімдерді практикада қолдана біледі. Сыни және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыту бойынша оқушылар заманауи биологияның мәселелерін талдау, оларды шешу жолдарын іздеу, ғылыми жаңалықтарды сыни тұрғыдан бағалау және биологиялық деректерді сараптау дағдыларын меңгереді. Экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік, бұл жерде оқушылар экологияның заманауи мәселелерін түсініп, табиғатты қорғауға және қоршаған ортаны сақтауға қатысты жеке жауапкершіліктер артады. Тұрақты даму экологиялық тепе-теңдікті сақтау маңыздылығын бағалай алады. Биологиялық этика негіздерін түсіну, оқушылар генетика мен биотехнология саласындағы этикалық мәселелерді түсінеді және оларды сыни талқылап,
қарастарын қалыптастырады. Ғылыми технологиялар, заманауи трендтерді түсіну, оқушылар биологиядағы жаңа технологиялар мен оларды қолдану салаларын танып біледі. Оның ішінде гендік инженерия, жасушалық технологиялар мен биомедицина саласындағы жаңалықтарды түсінеді. Енді мамандық таңдаудағы саналы шешімі биологияның қолданбалы аспектілері бойынша алған білімдері оқушыларға болашақта мамандық таңдауына көмектеседі. Ғылым мен техниканың осы саласына деген қызығушылықтарын арттырады. Заманауи биология және оның қолданбалы аспектілері курсында бірнеше пәнаралық байланыстар бар, таныссаңыздар болады. Соның ішінде атап өтсем химия, физика, география, математика, информатика, дене шынықтыру, тарих және қоғамтану. Мысалы, дене шынықтыру пәнінен байланысына тоқталсам, адам физиологиясын оқып үйренген кезде курс барысында адамның жүрек қан тамырлары, тыныс алу және жүйке жүйелерінің жұмысы дене шынықтырумен байланыстырылады. Спорттық жаттығулар мен физиологиялық өзгерістердің зерттелуі денсаулықты сақтаудың ғылыми негіздерін түсіндіруге ықпал етеді. Физика пәніне тоқталатын болсам, физикалық байланыс, пәнаралық байланысқа. Бұл жерде биологиялық нысандарды зерттеу үшін физика заңдарын пайдалану курстың маңызды бөлігі болып табылады. Мысалы, биологиялық зерттеулер жүргізетінде қолданылатын жабдықтар, әсіресе микроскоптың жұмыс істеу принциптері осы жерде жақсы түсіндіріліп өтеді. Келесі. Ақпараттық әдістемелік бөлімі, бұл жерде бірнеше әдістемелік жұмыстар жүргізеді. Мысалы, топтық жобалар, лабораториялық жобалар, кейс-стади әдісі, дебаттар және пікірталастар, видеоматериалдар және виртуалды экскурсиялар көріп отырғандарыңыздай. Содан кейін, міне осы әдіс тәсілдер арқылы балалар осы элективті бағдарламаны терең меңгеруге болады. Енді қорыта келсем, заманауи биология және оның қолданбалы аспектілер курсы биология ғылымының жетістіктері мен қолданбалы салаларын қамтиды. Биология, медицина, экология, биотехнология және ауыл шаруашылығында маңызды рөл атқарады. Жаңа емдеу әдістерін ойлап табуға, табиғатты қорғауға және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал етеді. Енді курс генетика, молекулалық биология, экология және биоинженерия сияқты заманауи бағыттармен таныстырылады. Практикалық мысалдармен толықтырылған, әрбір тақырып биология мен техника арасындағы байланысты түсінуге көмектеседі. Биология болашақтың кілті, зерттеулер мен инновациялар биологиялық проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 9 сыныптарға арналған 34 сағаттық элективті курс оқушылардың биологияға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған тереңдетілген білім беруді көздейді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен өзімді таныстырып өтейін. Алатау ауданының нөмір 152-ші мектеп гимназияның биология пәні мұғалімі Мұқашева Гүлнар Кекешевна. Санатым педагог зерттеуші. Менің элективті курс бағдарламаның тақырыбы биотехнология және гендік инженерия. 9 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Ұсынылып отырған элективті курс жалпы білім беретін мектеп, гимназия, мектеп, лицей сыныптарына арналған. Элективті курсты оқып үйрену, қосымша білім мен кәсіби мамандық таңдауға, жасөспірімдердің бойындағы ерекше қабілеттерін жетілдіруге көмектеседі. Элективті курс биотехнология мен гендік инженерияның теориялық және практикалық аспектілерін қамтиды. Элективті курсым, жалпы бағдарламам 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім биотехнологияға кіріспе, екінші бөлім протеиндер, гендік терапия, вакциналар, үшінші бөлім өндірістік биотехнология, төртінші бөлім қорытындылау және қайталау. Курстың бастапқы бөлімінде оқушылар биотехнологияның анықтамасы мен даму тарихын, микроорганизмдермен және олардың өндірістегі рөлімен танысады. Ферментация процесі, генетикалық модификацияланған организмдер, рекомбинаттық ДНК технологиясы және гендік терапия сияқты маңызды тақырыптарды
тақырыптар қамтылады. Мақсат биотехнология мен гендік инженерияның негізін түсіндіру, негізгі ұғымдар мен әдістермен таныстыру, ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту, генетикалық модификация мен биотехнологиялық процестерді зерттеу және қолдану үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. Практикалық қолдану ол гендік инженерия мен биотехнологияның қазіргі медициналық, ауыл шаруашылық және өнеркәсіп салаларында қолдануын түсіндіру болып қойылды. Авторлық бағдарламаның өзектілігі биотехнология және гендік инженерия қазіргі уақытта ғылым мен технологиялардың алдыңғы қатарлы салаларының бірі болып. Дауысым естіліп тұр ма? Бұл тақырыптың өзектілігі бірнеше аспектілермен түсіндіріледі, соның бірнешеуіне тоқталып өтейін. Денсаулық сақтау аспектісі бойынша биотехнология мен гендік инженерия жаңа дәрілер мен вакциналар жасауға мүмкіндік береді. Гендік терапияның көмегімен тұқым қуалайтын ауруларды емдеуге болады. Қоршаған орта биотехнология экологиялық мәселелерді шешуге көмектеседі. Мысалы, қалдықтарды өңдеу, экологиялық таза технологияларды дамыту арқылы қоршаған ортаны қорғауға үлес қосады. Ауыл шаруашылығында гендік инженерия ауыл шаруашылығындағы өнімдік пен сапаны арттыруға, өсімдік пен жануарлардың ауруларға төзімділігін жақсартуға көмектеседі. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Халықаралық байланыс жалпы осы биотехнология және гендік инженерия элективтік курсында жаратылыстану пәндерімен байланыстыруға болады. Соның ішінде химия, биохимия, генетикалық материалдардың құрылымы мен функциясын, сондай-ақ биохимиялық процестер мен реакцияларды түсіндіру үшін химиялық негізгі ұғымдар мен әдістердің маңызды болып келеді. Жалпы элективтік курсында күтілетін нәтиже курс аяқталғаннан кейін оқушылар биотехнология мен гендік инженерияның негізгі принциптерін және әдістерін түсінеді, микроорганизмдердің өндірістегі рөлін, ферментация процесін түсінеді, генетикалық модификацияланған организмдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылайды, рекомбинаттық ДНК технологиясы мен гендік терапия әдістерін сипаттайды, биоинформатика мен геномды реакциялау технологияларын түсініп, оларды қолдану аймақтарын біледі. Биотехнологияның этикалық және экологиялық аспектілерін талдайды. Бұл курс оқушыларға биотехнология мен гендік инженерия саласындағы заманауи жетістіктерді меңгеруге және болашақта осы бағыттағы мамандықтарға қызығушылығын тудыруға көмектеседі. Жалпы элективтік курсты қорытындылай келе, биотехнология және гендік инженерия курсының қорытындысы оқушылардың осы салада алған білімдерін, дағдыларын, тәжірибелерін жүйелеп, олардың болашақта қолданылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Курстың қорытындысында келесі негізгі нәтижелерге қол жеткізуге болады. Бұл жерде мен жалпы 6 нәтиже көрсетіп тұрдым. Теориялық білімді меңгеру бірінші нәтижесінде оқушылар биотехнология мен гендік инженерияның негізгі ұғымдарын, әдістерін, технологияларын және олардың түрлі салалардағы қолданылуын толық меңгереді. Практикалық дағдылары, лабораториялық тәжірибелер, практикалық жұмыстар арқылы оқушылардың генетикалық және жасушалық инженерия сияқты әдістерді өз беттерімен орындай алу деңгейіне жеткізуге болады. Ғылыми зерттеу тәжірибесінде балалар, оқушылар өздерінің ғылыми зерттеулерін жүргізіп, зерттеу нәтижесін талдап, қорытынды жасай алатын қабілеттерін дамытады. Және осы биотехнология, гендік инженерия бойынша жақсы ғылыми жоба жазып, соны зерттеуге де болады. Келесі этикалық түсініктер және жауапкершілік дейді. Оқушылар жалпы этикалық аспектілерін, әлеуметтік, экологиялық жауапкершілікті терең түсінеді. Олар бұл технологияларды қолдану кезінде пайда болу мүмкіндік этикалық дилеммалармен танысады және дұрыс шешім қабылдауға жалпы үйренеді. Инновациялық ойлау курсты аяқтағаннан кейін оқушылар биотехнология мен гендік инженерия саласындағы заманауи трендтер және жаңалықтарды қадағалай білуге, инновациялық шешімдер ұсынуға дайын болады. Қорытынды және немесе жоба деп айттық. Ол жерде курстың соңында оқушылар өз білімдері мен дағдыларын көрсететін қорытынды жұмыс немесе жоба ұсынады. Бұл олардың курсты сәтті аяқтаған дәлелі ретінде қызмет етеді. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады.
Жақсы, рахмет. Әріптестеріме сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Тәжібаева Сымат Тоқабайқызы, 152-ші мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші. Менің тақырыбым білім алушылардың айтылым дағдысын дамытудың тиімді жолдары. 7-10 сынып білім алушыларына арналған. Жаңа технологиялар қарқынды дамып, жақындану үрдісі молайған сайын білім алушыны, яғни болашақ ұрпақты оқытуға, тәрбиелеуге деген ынта-ықыласымыз, пейіліміз арта түседі. Өйткені бұл мәселелерде бұрынғы замандардан үзілмей келе жатқан шешендік, тапқырлық, көшбасшылық секілді ұлттық болмысымыз жатыр. Ендеше 21-ші ғасырда көшбасшы болудың негізгі тетігі қандай деген сұраққа осы айтылым дағдысын негізге алуға болады. Бұл бірінші аспект болса, екінші аспект сол айтылым дағдысын орнықтырудың әдіс тәсілдерін, жолдарын қарастырып, тиімділігіне тоқталу. Шыны керек, кейбір білім алушыда сөйлесім қабілеті қалыптасқанмен, бірақ белгілі бір ойды қалай жеткізу, қалай айту керектігі сөйлеу мәдениетінің қыр-сырларын тысқары қалып жатады. Енді осы бағдарламамыздың негізгі мақсаты білім алушылардың ауызша қабілеттерін дамытып, оны функционалды тұрғыда қолдануға баулу үшін коммуникативтік әдістерді ұсыну. Бағдарламаның өзектілігі, авторлық бағдарламаның өзектілігі сөйлеу машығы толық қалыптаспай қалған тұлғаларға қол ұшын беріп, белгілі бір ойды ашық әрі жан-жақты жеткізуге бағытталған. Сонымен қатар көпшілік алдында емін-еркін сөйлей алатын, бірақ айтқанын мәтінмен немесе тапсырмалармен байланыстыра алмайтын білім алушылардың қабілеттерін дамыту көзделеді. Сол арқылы гаджет, смартфонға визуалды түрде үйір болған оқушыларды шынайы қарым-қатынасқа, табиғи диалогқа шақыру маңызды. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастырып, оны өмірде қолдана білуге қалыптастыру, сөйлесім теориясын меңгерте отырып, практикалық тұрғыда игерген білімдерін бекіту, қазақ шешендерінің өмір жолын, шығармашылығын оқыту, лингвистикалық және тұлға-ішілік интеллект түрлерін дамыту, монолог және диалог құруға машықтандыру, тілдік орта құрудың алғы шарттарын меңгерту, мәнерлеп сөйлеуді дамытып, сыни тұрғыда ойлау мен талдау дағдысын дамыту, шешен әрі сапалы сөйлеуге қызықтырып, өз ойын дәлелмен жеткізу қабілеттерін қалыптастыру. Тұрақталу мазмұндық бөлімі бағдарлама 34 сағатқа арналған 4 бөлімнен тұрады. Курс бойынша практикалық және шығармашылық жұмыстар қарастырылады. Яғни бірінші бөлімде сөз өнері, кіріспе сөз өнері туралы түсінік, менің қоршаған ортам, ұтымды қарым-қатынас жасау деген не, идея, сана, айтылым үштігі, қазақ шешендері, отбасы құндылықтары, ата-анам қалай сөйлейді, мен қалай сөйлеймін, мектептегі тілдік орта, сөз бәйтерегі, сөз бұтақтары. Ал екінші бөлім айтылым интеллект деңгейінде, интеллект түрлері, лингвистикалық интеллект, тұлғааралық интеллект, сөз қарым-қатынас құралы, мәтін мен сөзге дейінгі аралық, сөйлеуші мен тыңдаушының қателіктері. Ал үшінші бөлімде монолог пен диалог. Монолог негіздері, TEDx форматы, менің армандарым қойылымы, достарымның жылы сөздері, диалог негіздері, ұлы адамдардың сұхбаты. Төртінші бөлімде заман талабы мен қоғам игілігі. Қисынды ойлау, цифрлық әдебиет, жасанды интеллект пен диалог, сөздік қор, дебат моделі, конференция ұйымдастыру бастаулары, идея алмасу, көркем мәтін, көркем сөйлесім, таным бұлағы, сонымен қорытындысы. Ақпараттық әдістемелік бөлімде бағдарламаның құрылымы 34 сағаттан тұрады. Оның ішінде 12 дәріс, 22 практикалық сабақ. Әр сабақта білім алушылар айтылым дағдысының әдістерін меңгеріп, білімін толықтырады.
Тарихқа көз жүгіртсек, айтылым жазылым дағдысын ғылыми тұрғыда алғаш зерттеген қазақ ғалымы Ахмет Байтұрсынұлы болды. Ол өзінің тіл тағылымы еңбегінде осындай тілдік дағдылардың бар екенін, қазақ халқына жақын екенін ішінара баяндайды. Сонымен қатар Сыздық Сәдуақасов секілді тілші ғалымдар да сөйлесім, диалог, монолог тақырыбын зерттеген. Бүгінгі таңда бұл оқу үрдісі бойынша Назарбаев зияткерлік мектептері, білім беру бағдарламалары орталығының ғалымдары әзірлеген тілдік 4 дағды бойынша белсенді оқыту тапсырмалары атты әдістемелік құралы да маңызды. Мұнда айтылым дағдысын оқу бағдарламасына енгізу, оқу мақсатына сый қылу, тапсырмаларға кіріктіру сынды түрлі мәселелер қамтылған. Сонымен қорытындылай келе, білім алушылардың айтылым дағдысын дамытудың тиімді жолдары авторлық бағдарламасы осындай түйткілді мәселелер мен білім беру саласындағы күрделі тілдік үрдістерге назар аударып, мәселелерді оңтайлы шешу жолдарын ұсынады. Осылайша айтылым дағдысын дамыту арқылы білім алушының эмоционалды лингвистикалық интеллектісі жетіліп, өз мақсатына жетудің кәсіби жолдарын біледі және оны өмірде қолданады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Мен нөмір 152 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі Пакетова Жанар Тұрсыновна, педагог зерттеуші. Менің бағдарламамның курсының аты, элективті курсының аты The Exposed Guide to English Learning Through Discovery, 9-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл түсіндірме жұмысы бойынша айтатын болсам, ағылшын тілін меңгеру грамматикалық ережелер мен сөздік тізімдерін жаттаумен шектелмейді. The Explorer's Guide to English Learning Through Discovery бұл 9-шы сынып оқушылары үшін арнайы жасалған динамикалық бағдарлама. Ол оқушыларды интерактивті саяхатқа шақырады және тіл тәжірибеден өтіп, талданады және ашылу мен зерттеу арқылы атап өтіледі. Бұл бағдарлама оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу дағдыларымен қалыптастырып қана қоймайды, сонымен қатар қызығушылықты оятады, сыни ойлауды дамытады және әртүрлі ағылшын тілінде сөйлейтін мәдениеттерді шынайы дамытады. Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері бұл бірінші иммерсивті және студентке бағытталған әрекеттер арқылы жалпы ағылшын тілін меңгеру деңгейін арттыру, екінші түпнұсқа мәтіндермен және мультимедиалық ресурстармен жұмыс жасау арқылы сыни ойлау мен талдау дағдыларын дамыту. Үшінші, мәдени ізденіс пен шығармашылық проблемаларды шешуде тілдік зерттеулерге біріктіру арқылы өмір бойы оқуға құмарлықты арттыру. Бұл бағдарламаның өзектілігі ағылшын тілі жаһандық байланыс пен мүмкіндіктерге арналған сөз болатын болса, жылдам технологиялық жетістіктер мен көп мәдениетті алмасулар үстемдік ететін дәуірде ағылшын тілін меңгеру студенттерді академиялық және кәсіби тұрғыдан табысқа жету үшін құралдармен жабдықтайды. Бұл жерде бірінші жобаға негізделген тапсырмалар, екінші сараланған нұсқау және үшінші цифрлық интеграция. Енді бағдарлама бойынша айтатын болсам, бағдарлама 8 модульден тұрады. Бірінші модуль тіл негіздері, ағылшын тілінің құрылыс блоктары мен сөйлем мүшелері, сөйлем құрылымы, контексттік грамматика, сабақ текстік келісімі. Екінші модульде әдебиетті зерттеу, қысқа әңгімелер және олардың элементтері, сюжет, жағдай, кейіпкерлер, поэзия талдау, бейнелі тіл, ритмикалық схемалар және тақырыптар. Үшінші модульде қарастыратын тиімді коммуникация, сенімді сөйлеу, презентациялар, көпшілік алдында сөйлеу дағдылары, белсенді тыңдау және жазып алу, тиімді жауап беру. Төртінші модульда жазудың күші, сипаттама жазу, сенсорлық бөлшектер, жарқын бейнелер, ресми және бейресми жазу, электронды хаттар және есептер. Бесінші модульда нақты әлемдегі ағылшын тілі, медиа сауаттылық, жарнамаларды, жаңалықтарды, насихаттарды талдау, күнделікті өмірге арналған ағылшын тілі, әңгімелесу, сұрау, бағыт беру. Алтыншы модульда зерттеу мен сұрау дағдылары, зерттеу жүргізу, сенімді дереккөздер, дәйеккөздер, көркем емес мәтіндерді талдау, мақалалар және баяндамалар, өмір, баяндар. Жетінші модульде технология арқылы ағылшын тілін зерттеу, яғни онлайн оқыту құралдары, тіл тәжірибесіне аталған қолданбалар, веб-сайттар. Ағылшын тілінде бағдарламалау терминдерін түсіну. Сегізінші модульде ағылшын тілі арқылы ғаламдық перспективалар, әлемдік әдебиеттерді түсіну, әртүрлі авторлар, сонымен мәдениеттер, саяхат және туризм тілі, жалпы сөз тіркестері мен шетелдегі қарым-қатынас. Бұл жердегі күтілетін нәтиже ағылшын тілін тек пән ретінде ғана емес, өмірлік қажетті құрал ретінде келеді. Сонымен қатар тілді терең түсінеді, өз ойларын анық әрі еркін жеткізеді, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытып және болашақта шынайы өмірде